Үй жылулық мекені. Бұл жерде отбасы тегіс жиналып, балалардың сылдыр күлкісі, үлкендердің тағылымы өрнектелген. Оның әр бұрышында әдемі естеліктер сақталған мекен. Үй қамқорлықтың, жайлылықтың және қауіпсіздіктің символы. Осы жерде өмір бойы сақталатын естеліктер тұнып тұр. Жас отбасылар үшін үй жаңа тарихтың бастауы, алғашқы кілт, жеке кеңістік, армандар жүзеге асатын сәт. Басқалар үшін бұл жолдың жалғасы, дәстүрді сақтау, отбасы жылулығын жалғастыру. Осы оқиғалардың ар жағында олардың пайда болуына себепші болған адамдар бар. Отбасы арманынан басталатын дүние құрылыс кепілдігі, саланы дамыту, қауіпсіздік баспана туралы шешімдер қабылданатын кабинеттерде жалғасын табады. Қазақстан тұрғын үй компаниясы бұл өз ісінің мамандар командасы. 2000 жылы Ұлттық банктың бастамасымен Қазақстан ипотекалық компаниясы құрылады. 2002 жылы алғашқы ипотекалық облигациялар шығарылады. ТМД нарығындағы жаңа қаржы құрылады. 2004 жылдан бастап Қазақстан тұрғын үй компаниясы өңірлік желісін құрып, мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламаларына қатыса бастады. 2010-2019 жылдары компания классикалық ипотекалық оператор шеңберінен біртіндеп шыға бастады. Оның міндеттеріне жалға берілетін тұрғын үйді дамыту, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларына қатысу, құрылыс секторын қолдау мен осы салаға қатысты стандарттарды енгізу кіргізді. 2020 жылы компания тарихында шешуші кезең орын алды. Қазақстан ипотекалық компаниясы ипотекалық ұйымы, тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры және Бәйтерек Девелопмент акционерлік қоғамы бірігіп, үш ұйымның тәжірибесі мен функцияларын жинақтап, бірыңғай тұрғын үй құрылысы операторын құрды. Қазақстан тұрғын үй компаниясы 25 жыл ішінде құрылыс секторын қолдауға 3,9 триллион теңге бағыттады. 17,6 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 228 мың жаңа пәтер салынды. Компания 100 мыңнан астам отбасының өз баспанасына қол жеткізуіне көмектесті. Сатып алу мен жалға беру, ипотеканы субсидиялау, портфельдерді сатып алу, мыңдаған өмірді өзгертетін құралдар. Қазақстан тұрғын үй компаниясы үлестік құрылыс саласы ашықтығын қамтамасыз етеді. Жобалардың қауіпсіздігі мен елдегі мыңдаған үлескерді қорғайды. Осы мақсатта әртүрлі цифрлық сервистерді ұсынып отыр. Тұрғын үй порталында үлестік құрылыс объектілерін тексеру, электрондық шарттар, ақылды чат-бот жобаларды онлайн мониторингілеу. Қазақстан тұрғын үй компаниясы өңірлердің мүмкіндіктерін кеңейту бағытында да жұмыс жүргізуде. Жаңа орда аймақ ипотекасы, кешенді жобаларды қаржыландыру, үлестік және аз қабатты құрылысқа кепілдік беру, энергетикалық және коммуналдық секторда жаңғыртуға қатысу. Көтерілген әр үйдің артында толассыз еңбек, жоғары жауапкершілік, құрылыс барысын бақылау мен оған кепілдік беру, қағаз бетіне түскен сызба мен жазу, бетон, еден, есік және кешкі терезедегі жарыққа айналады. Біраз уақыттан кейін осы жобалар адамдарға қауіпсіз, әдемі әрі ыңғайлы тұрғын үй кешендеріне айналады. 25 жыл бойы Қазақстан тұрғын үй компаниясы еліміздің тұрақты дамуына, әр қазақстандықтың баспаналы болуына өз үлесін қосып келеді және болашақта да алға қарай жылжуын тоқтатпайды. Қазақстан тұрғын үй компаниясы, біз тұрғын үй нарығын қауіпсіз етеміз.